Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы отбасы тәрбиесі бала болашағының бастауы. Сабағымыздың мақсаты отбасы мүшелерінің арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, үлкенді сыйлауға, кішіге қамқорлық жасауға, сыпайы, ілтипатты болуға тәрбиелеу, баланың жан-жақты өз елінің, халқының қамын ойлайтын, ата-анасын, жора-жолдасын сыйлай білетін азамат тәрбиелеумен қатар ұлттық тәрбиені насихаттау. Нақыл сөздер: анаң асыл қазынаң, әкең асқар тау. Ата-ананың міндеті тәрбиелеу және жақсылықты үйрету. Бала біздің болашағымыз. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Бала өмірдің жалғасы, отбасының жеміс берер гүлі. Балаға сіңірген ата-ана еңбегін бала өмір бойы ақтай алмайды. Балаға деген махаббатқа ешбір махаббат теңдесе алмайды. Ол өле-өлгенше сусындайтын махаббат. Ата-ана мен баланың арасындағы сыйластықты күшейту. Сабағымыздың барысы: оқушылар, біз бүгін керемет бір ғажайып әлемге саяхатқа барамыз. Қалай ойлайсыздар, ол қандай әлем болуы мүмкін? Қане ойланып көріңдерші. Ол бір өзі кішкене ғана шағын мемлекет. Ал олай болса, ол мемлекеттің аты жанұя екен. Бүгінгі тақырыпта осы мемлекет жөнінде өрбімек. Бұл мемлекет қандай болу керек? Бақытты, тату, өнегелі, үлгілі. Сонымен бүгінгі ата-аналар мен балалар бірлескен мықты отбасы, мықты мемлекет атты сынып сағатымызды бастаймыз. Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз. Жаманнан жақсы туады, адам айтса нанғысыз. Отбасы адамзат бесігін тербеткен баланың бас ұстазы ата-ана. Ұлтымызда ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген дана сөз бар. Бала қыран болу үшін оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран болу керек деп отбасылық тәрбиеге ерекше тоқтаған. Әр отбасында ата-ананың орны бөлек. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Әке отбасының асыраушысы, қамқоршысы, тірегі деп білесің. Ана отбасының ұйытқысы, жылуы, шуағы. Жақсы ана отбасына береке әкеліп, жанұясын бақытқа бөлейді. Ата-анаға баладан жақсы ешкім жоқ. Бала адамның бауыр еті деген нақыл сөз бар. Сондықтан қай ата-ана болмасын, баласының білімді, мәдениетті, тәртіпті, әдепті болуын қалайды. Бала өмірдің жалғасы, көз қуанышы, шаңырақ иесі деп ұрпақ тәрбиесіне көп көңіл бөлген. Қай халық болса да үмітін ең алдымен ұрпағынан күтеді. Жанған отын сөндірмей, түтінін түтетіп, артына ұрпақ қалдыруды көздеген. Ал тәрбиенің көзі ата-бабамыздан қалған ақыл да дана сөздерде. Біздің сынып сағатымыздың мақсаты шағын мемлекетіміз жанұяны мықты мемлекетке айналдыру. Ол үшін мықты мемлекет жанұямызға берік босаға, кең кереге, үлкен терезе, мықты шаңырақ керек. Енді оқушылар, сіздерге сұрақ: үй дегенді қалай түсінесің? Үйдің жылу, ата-ананың аялы алақан дегенді қалай түсінесің? Бақытты отбасы дегенді қалай түсінесіздер? Жанұядағы жанжал, үлкендердің аузына келген сөздерін айтуы, балалардың көзінше басқа біреуді сөгуі, басқалардың сыртынан өсек айту, арақ ішу, темекі тарту, бұзақылықтың басы бос жүруден басталады. Қипақтайды қит етсе анаң, әкең, қайтсем ғана осыны адам етем. Басқалардың осындай балалары, тап осындай жаңғалақ шала мекен. Ойым емес оллахи біздікінің, енжарлығы елде жоқ ала бөтен. Туа сала тұлпардың жалын тартқан, қырғиларға қызығып қарап өтем. Жарық сыйлап, маңына жылу сыйлап, бұда бір күн алаудай жана мекен. Ел қатарлы елеулі еңбек ет. Болмаса да топ жарған дара бөтен, мүше тістеп мықтылар той жасаса, жерге қарап мен сорлы қалар мекем. Үміт пен күдіктің ортасында ата-ананың үміті талады екен. Міне, осылайша өз баласының болашағына алаңдап, қайтсем де баламды адам етем деген ата-ананың арманы баласымен бірге жасайды екен.
Ата-анаға берілетін кеңес: балаңызды өзіне өзі қызмет етуге дайындаңыз. Жанұяда бала тәрбиесіне бірдей талап қоя біліңіздер. Балаға уәде бергеннен кейін орындауға тырысыңыз. Балаңыздың өз бетімен әрекет жасауға мүмкіндік беріңіз. Балаңызға сүйіспеншілікпен қараңыз. Ой, ойлатқан